Құрметті әріптестер, мен сіздерге қазір біздің бизнес-клуб телеграм группасына эксперттер жіберіп отырған тауарды немесе WhatsApp-тарыңызға сілтеме жіберген кезде өзіңізге телеграм чаттарыңызға, избранныйға немесе басқа да бір группаларға қалай тауар сілтемесін, завод сілтемесін және суреттермен бірге қосып сақтау керек екенін көрсетемін. Мысалы, бізде қазір қарап отырсаңыздар, 4 сурет, 5 сурет бірге тұр. Жоғарыда да мына жерде 3 сурет тұр, мына жерде 1 сурет тұр. Енді қараңыздар, осылай мысалы сілтеме жіберген кезде сіздерге осы сілтеменің мысалы тауар сілтемесі дегенді басамыз. Өзіңізге керекті сілтемелерді басқаннан кейін осы жерде сіздерге қай немен браузермен ашайын деп сұрап тұр. Енді сіздерге ескертейін, әрқашанда только сейчас дегенмен ашыңыздар. Өйткені мысалы Chromeмен браузер, Яндекспен немесе басқа да браузерлермен ашуға болады. Всегда деген таңдап қоятын болсаңыз, сізде кейін әрқашан мысалы Googleмен 1688-дің несімен приложениясымен ашу керек болады. Неге только сейчас? Себебі мысалы әр кезде әртүрлі болады. Google браузер, басқа браузерлермен ашсаңыз, сілтеменің іші орысшаға аударуға болады. Ал бұл жерде бізде қазіргі таңда сақтау керек болып тұр, әріптестер. Сол үшін біз только сейчас дегенді басамыз. Только сейчас дегеннен кейін біз кішкене күте тұрамыз. Міне біздің бағанағы телеграм чаттағы сілтеме ашылды. Міне заводтарды көріп шығамыз төмен қарай. Міне бір көріп шықтық. Енді бізге өзімізге бұны сақтау керек болады. Мына суреттің үстін бір бассаңыздар, керекті суреттеріңізді өзіңізге сақтайсыздар. Мысалы, қандай сурет керек? Міне төмен қарай байқасаңыздар, оң жақ бұрышта стрелка тұр, төмен қарай, соны бір бассаңыздар, қытайша жазылады, яғни галереяңызға сақталды деген сөз. Міне мынаны да баса, мысалы, не үшін бірнеше сурет? Өйткені әртүрлі сурет Инстаграмға қойсаңыздар да, ертең басқа да бір статусқа қойсаңыздар, ол өте керек болатын дүниелер. Міне сақтап алдым мен. Енді сақтап алғаннан кейін оң жақ бұрышта байқасаңыздар 3 нүкте сызықша бір-бірімен жалғанған бар. Міне осын басамыз. Осын басқаннан кейін міне осында не шығады? Бірақ кішкене күте тұрамыз. Осы жерге бір жоғары жағында QR код. Міне QR код шыққаннан кейін сол жақ бұрышында ссылканың несі тұр, белгісі тұр. Сол ссылканың белгісін басқаннан кейін осындай птичка жанды бізде. Енді историямен жұмыс жасасаңыздар да болады, шығып кетсеңіздер де болады, ешқандай не жоқ. Міне Telegram каналға кіресіздер. Telegram каналға кіргеннен кейін өздеріңізге мысалы избранный деген таңдайсыздар. Мысалы избранный. Мен осы жерде біраз жұмыс жасаймын. Избранный өте жақсы керек. Мысалы избранныйға сообщение деген жанде оң жақ бұрышында ссылканы басамыз. Ссылка бағанағы сақтаған суреттерді таңдап шығамыз. 1, 2, 3, 4, міне 4 суретті таңдап алдым. Және астында добавить подпись деп тұр. Енді осы жерге бір басып тұрсақ, ставить деген бар. Бағана біз өзімізге сақтап алдық ссылканы. Осы ссылканы бастық, міне ссылка сақталды. Енді қарасаңыздар. Енді әріптестер, осы жерде қытайша жазуды алып тастауға болады. Міне осы қытайша жазуды алып тастаймыз біз. Қытайша жазуды алып тастаймыз да тауар сілтемесі деп жаза саламыз. Және тауар сілтемесі деп жазғаннан кейін бұны болды. Bir рет бассаңыздар, міне 3-4 сурет сіздерге сақталды. Және де міне историямен жұмыс жасаймыз. Бағанағы сайтымызға қайтып келдік. Тағы да маңызды ақпарат, жаңағы бұл 3-ші бет сіздерде. Төмен қарай түссеңіздер, бағанағы егер Google, Chrome мен Яндекс браузермен ашсаңыздар, мына орысшаға аударатын еді. Ал қазір приложениемен ашылғаннан кейін орысшаға аударылмайды. Оны ескертіп айтып қояйын. Міне төмен қарай түссеңіздер, бұл заводта тағы да қандай тауарлар бар. Ал енді тағы да бит көтеріп жесеңіздер, жаңағы біз сайт ноутбукпен кірген кезде өздеріңіз білесіздер, тауар туралы ақпараттарды төмен жағынан біраз қарап алуға болады. Жақсы, бұл бізге тағы да жаңағы 3-ші бетке келейік, оралайық. Заводтың сілтемесі керек. Міне заводтың сілтемесі. Мына жерде 2 батырма тұр. Сол жақ бетінде тауарлардың тізімі, мына оң жақ бетінде наны бассақ, оң жақ бетінде қызыл ненің. Енді бұл жерде бұл тауар заводында басқа қандай тауарлар бар екен көрсеткен міне. Көрдіңіздер ме? Завод өте жақсы, ассортимент өте көп,
міне астында жазылып тұр, қазір күте тұрыңыз. Міне ақырындап көре беруге болады. Енді осыны өзіңізге сақтап қою керексіздер. Мына жоғары жағында X-ін жанында 3 нүкте тұр. Сол 3 нүктені басамыз. Бірінші емес, екінші тұрған бұл ссылка деген түсінік, сілтеме, яғни сақтау, отправить деген сияқты. Мына осыны бір рет басамыз. Бағанағыдай шықты бізде, күте тұрамыз. QR код шыққанша. QR код шығу керек осы жерде. Енді асығыс жасамаңыздар, кішкене күтіп жұмыс жасау керек. Содан кейін ссылканың несін басамыз, осында птичка шықты. Историямен жұмыс жасасаңыз да болады, шығып кетсеңіздер де болады. Бағана избранныйға біз қайтып келеміз. Оң жақ бір бұрышынан бір бассақ, изменить дегені бар. Изменитден кейін мына төмен қарай бір түсіреміз курсорды. Сосын ставить тұрамыз да, ставить дегені басамыз. Енді бағанағы екі нүктеге қайтып қоямыз да, мына қытайша жазулар керек жоқ, өшіріп тастасаңыздар да болады. Немесе тұра берсе болады, айырмашылық жоқ. Осы жерге завод сілтемесі деп жазып қоямыз. Міне достар, өздеріңіз көргендегідей, міне біз қазір избранныйға не үшін керек? Ертең мысалы, мынау тауар сілтемесі деп көп адам сақтайды. Бұл тауар заводта бітіп қалса, жоқ болып кету, сілтеме жұмыс жасамай қалады. Ал астыңғы сілтеме жұмыс жасап тұра береді. Назарларыңызға үлкен рахмет, сәттілік барлықтарыңызға.